Қазір міне Атажұрттың бүкіл мүшесін жаппай тұтқындап түрмеге тоғытып жатыр. Ту өртеу оқиғасы бір сылтау болды. Міне, Астанада еш қатысы жоқ, Алматыдағы ту өртеуісіне қатысы жоқ 4 мүшені қамады. Әлгінде ғана біздің Атажұрттың азаматы міне оны түрмеге тұтқындап отыр. Міне масқара, айтарға тіл жетпейді деп видео салып қойды. Не жағдаймен келдіңіздер? Кім боласыздар? Участковый болады, мен полиция департаментінен боламын. Сізді Ал, мына неге ал, видеоға ал. сізді Роводаға қазір неге шақырып жатырмыз, түсініктеме алуға. Мен іштен істеген жоқ. Кім боласыз? Оралканов Ануар Айтбаевич. Неге ұзынағашын Роводасына қазір сізде түсініктеме алуға бойынша ана жағынағы. Не жағдайға болады түсініктеме аласыздар? Сол әкімшілік жағынан бұзушылық жасадыңыз ғой, сол бойынша. Бұзушылықты не жасаған? Іштенге бұзушылық жасаған жоқ. Югор ауданында. Алматы облысы Югор ауданында не істедіңіздер? Ту өртедік. Қытайдың туын өртедік. Не үшін Өртейміз. Не үшін өртейсіз? Мына визасыз режимге қарсымыз. Қытай экспансиясына қарсымыз. Ол өзіңіздің пікіріңіз, ол дұрыс. Бірақ сол әкімшілік бұзған үшін сізді Роводаға түсініктемесін алу керек. Не көрдіңіздер ме? Азаматтар өз ойын айтуға құқы жоқ ел Қазақстан. Мен ту өртеу қылмыс емес деген лекциямды айттым. Америкада Америка азаматы Американың туын өртейді. Джонсон, Тексастың штаттық соты оған қозғалған қылмыстық істі бекерлейді. Неге бекерлейді? Ол туды өртеу арқылы өзінің сол кездегі Американың сайлауына наразы екендігін көрсетті дейді. Яғни ол символик спич дейді. Спич деген сөйлеу деген сөз. Символик деген символды. Яғни ол символды сөйлеп отыр дейді. Ол өзінің қарекеті арқылы өзінің саяси көзқарасын білдіріп отыр дейді. Содан бұл іс асқынып федералдық сотқа барғанда Американың ең жоғарғы сот не дейді? Америкада туды қорғау туралы заң бар. Американың туы, Американың ары, Американың намысы, Американың туын қорлауға болмайды дейтін заң бар. Бірақ Американың конституциясы Американың кез келген заңынан үстем. Ал бұл азамат Америка конституциясының бірінші тармағы. Америка азаматтардың сөйлеу еркіндігі, тіл еркіндігі, баспасөз еркіндігі деген бапқа сай келеді. Сондықтан бірінші тармақ бойынша бұл қылмыссыз дейді. Яғни Америка жерінде Американың туын өртеуге конституциямен рұқсат береді. Ал Қытай туын өртеу деген не ол? Кім өртемейді Қытайдың туын? Тұтас Америкада ереуілдерде Қытай туын өртейді. Жапонияда, оңтүстік Кореяда Қытай туын өртейді. Филиппинде, Индонезия, Малайзияда Қытай туын өртейді. Кезінде Гонконгте Қытай туын өртеді. Бұл адамдардың сол елге наразы болғандығын білдіретін, саяси көзқарасты білдіретін, немесе кез келген уақытта болған бір саяси оқиғалар, немесе бір соғыстар болған кезде адамдардың сол режимге, сол елге деген наразылығын білдіреді. Қытай Вьетнамға қарсы соғыс ашқан кезде, Вьетнамның астанасы Ханойды, Ху Жиминді жаулап алған кезде Қытай компартиясы бүкіл дүние жүзінде Қытайдың экспансиясына қарсы Қытай туын өртеу болды. Кім сотталды? Ешкім сотталған жоқ. Қазақстанның азаматы қазақ жерінде иен далада, Шонжының жел аңыраған иен даласында Қытайдың туын өртегендігі үшін Қазақстанның азаматын Қазақстан билігінің соттамақ болуы бұл әлем алдында Қазақстанның мына зұлым билігінің масқарасын шығаратын тірлік болады. Және бұл азаматтарға егер қылмыстық іс қозғайтын болса, онда біздің көктен тілегенімізді жерден бергенге тең. Себебі енді біз Еуропа мен Америкада Қазақстанда Қытай туын өртегендігі үшін істі болған азаматтардың тақырыбын дыңғыр-дыңғыр еткізіп, бүкіл саясаткерлердің, керек па президенттің, премьер-министрлердің үстелінің алдында дыңғырлатып отырамыз. Неге? Қазақстан өзін Қытайдың бір өлкесін айналдырып қойғандығын дәлелдейді. Бұл Қазақстан емес, бұл Қытайстан болып кетіп отыр. Қазақстан емес, Қытайстан болып отыр. Қытайда не істеуші еді? Қазақ, қырғыз, ұйғыр, өзбек, татар, тәжікті қалай қамай тұғын?
Қытайдың ұлттық қауіпсіздігі жетіп келеді адыраңдап. Қалай қамайды? Сенің идеяңда мәселе бар екен дейді. Сен сөйлеген жоқсың. Сен ештеңе жазған жоқсың. Сенің әлеуметтік желідегі жазбаңнан еш мін таппайды. Үйіңе келеді, тінтеді. Жайнамаз шығып қалама. Қытайдың өзі басып шығарған жаңағы Құран шығып қалса, сен Қытайда басылған Құран ғой, мына Компартия рұқсат берген Құран ғой. Қарамайды. Сен тінтеді. Ең соңында бір қазақтың зиялы келіншегін қамағанда айтады дейді, сенің үйіңде қазақша кітап көп екен деп айтқан ғой. Көрдіңіз ба? Сенің үйіңде қазақша кітап көп екен деп айтқан. Қазақша кітап көп болғанның өзі оған қылмыс. Міне. Қазақ саудагерлерді айтқан, сен неге Қазақстанның чоколадын, Қазақстанның сумайын, Қазақстанның ұнын сатасың деген. Шекараның бер жағында Қорғаста ел ішінде сатылып жатыр ғой ол. Мен барып Қорғастан анау Қытайдың ішінде сатылған ұн мен сумайды, чоколадты алып кеп сатыппын, не болды десе, сен әсіре ұлтшылсың деп айтады. Іледе қазақы киім кешек тігетін Дина Нұрдыбайды соттайды. Неге ұлтшылсың дейді. Күнесте қазақ қыздарының той көйлегін басына киетін сәукелесін сататын дүкеннің иесін соттайды. Неге ұлтшылсың дейді. Енді сол заман Қазақстанға келе жатыр. Қазақстанда енді келеді де, сен ештеңе істемейсің. Желіде айтқан жоқсың. Тіпті әуел десең үнден, аузыңды тігіп алдың. Сені идеяңда мәселе бар. Біз сені идеяңды азат қыламыз. Сені мына теріс идеядан азат қыламыз деп, енді қазақтарды концлагерге Қазақстанда қамайды. Енді қазақтар, ауылда жүрген қазақтар, қалада қазақтар, Қазақстанда тәрбиелеу орталықтары дейтін орталықтарға, немесе рухани сауықтыру орталығы дейтін орталықтарға қамаласыңдар. Мына Тоқаев Қытайдың жолына кетіп бара жатыр. Енді ештеңке істемей, қазақтың жігіттері мен қыздары, орта жастағы еркектер мен әйелдер, сендерді полиция қол аяқтарыңды байлап отырып, кәдімгі тәрбиелеу орталықтарында сендерді тәрбиелейді. Яғни әбден езгілеп, рухтарыңды жаншып, үрейлендіріп, қорқытып, ең соңында қоғамға шыққанда құлағы салбыраған есектей қылып шығарады. Ал менің бір түсінбейтінім, атажұрт азаматтарының Қытай экспансиясына қарсы күресін неге қоғам қолдамай отыр? Неге? Ойбай, Қытай қаптады деп қаншама мың видео салған қазақ. Шығыс Қазақстанның бәленбай гектар жерін Қытай алды деп зарлаған қазақ. Қаптаған қалың Қытай, міне Қытай көлігі жүр деп шулаған қазақ. Қытайға қарсы тұрған атажұрттың азаматтарын қолдап, атажұрттан қолыңды тарт, атажұрттың азаматтарын нақақ қамама деп неге видео челленджі жасамай отырсыңдар? Неге видеоны түсіріп, оны бізге атажұрттың азаматтарына жібермей отырсыздар? Біздің телефонымыз осының астында тұр. Жаздық. Барлық видеоның астында тұр. +1 551 554 29 85. Айталаймын. +1 551 554 29 85. Соның сізбен қатысы жоқ па? Жоқ әлде Қытайдың қаптағанын сіз ұнатып отырсыз ба? Ұнатып отырсыз ба? Қазақ жеріне Қытай қаптап келіп жатыр. Енді неге қолдамайсыздар? Жоқ, шетінен қамап, шетінен соттап, шетінен ұрып соғып, шетінен үнін өшірсе, содан кейін бар, олар қырлық қапа, бітік қапа, онда мен шығайын деп отырсыз ба? Сенімен қатысы жоқ па? Бұл қандай арсыздық бұл? Қандай арсыздық бұл? Ел сен үшін, жер үшін, бәрімізге ортақ, ата-бабадан қалған ортақ жер үшін Қытай кірмесін, Қытай экспансиясына қарсы тұрайық деп істі болып жатыр. Ал сен жастықта шалқалатып қойып, құс жастықты қостан қолтыққа басып жатырсың. Құдайдың алдында не деп барасың? Ата-бабаның алдында не деп барасың? Қай бетіңмен барасың? Не істедім деп барасың? Еңбек еттім, нан таптым, жедім, тыштым деп барасың ба? Қатын алдым, бала туғыздым деп барасың ба?
Өзің үшін өмір сүрсең, өз үшін оттаған хайуаннан не парқың деп Абай айтқан жоқ па? Ал, отырсыңдар міне. Отырсыңдар. Ал бір атажұрт азаматтарына бостандық деген бір ауыз сөз видеоңды түсіріп, оны жариялай алмағасын, маған жібере алмағасын. Өзіңді жер басып жүрмін деп не қып жүрсің? Не қып жер басып жүрмін дейсің? Ана иығыңда тұрған домалақ затты кесіп алды, итке тастай сал. Ит те өз үшін өмір сүреді. Ит те өз үшін боқ жейді. Шошқа да өз үшін қорсылдап жем жейді. Сен адамсың ғой сен. Әкең сен адам деп таптырды ғой. Шешең сен адам деп тапты ғой. Өз үшін тіміскілеп боқ жейтін иттен сенің не айырмаң бар? Ел дейтін ұғым бар ма санаңда? Отан дейтін ұғым бар ма санаңда? Сен үшін шырылдаған азаматтар нақағысты болып отыр ғой. Соның қайсының қатыны жоқ, соның қайсының бала шағасы жоқ. Сен айтатын кредит оның да басында бар. Сен айтатын жұмыс оның да басында бар. Ал сен соларды соттатып қойып қарап отырсың. Сонда саған мына отан керек жоқ па? Саған біреу келіп, аспанда күннің ар жағын ұшып жүрген, белгісіз атлас, ай үш атлас кеп сені құтқара ма екен? Жат жұлдыздықтар, инопланеталықтар кеп сені құтқара ма екен? Жоқ, сеніп отырсың ба, донерін, шаурмасын пісіріп жатқан жүн түріктер кеп бізді құтқарады деп отырсың ба? Кім құтқарады сені, қазақ? Орысқа бағындың, Кенесарыға ермедің. Не болды? 5 рет қырылып, 90%-ін қырылып кетті 31 жылы. 10% тірі қалған жаман қазақ сені мен біз едік. Ол орыс бізді әдейіге қалтырған жоқ. Гитлер басып кіргеннен кейін шарасы жоқ. Ана жақтан келген Гитлерге қарсы соғысуға адам керек. Соныменен бізді қалтырды. Егер Гитлер Совет одағына басып кірмесе, бізде қалмайтын едік, жоқ болатын едік. Құдай мына дүниеге бізді сынаққа жіберді. Біз емтиқан тапсырушымыз, өмірімізбенен емтиқан тапсырушымыз. Біз осы өмірімізбен емтиқан тапсырушымыз. Кім айтты саған соғыспай отырсаң аман қаласың деп? Соғыспадың ғой, Кенесары өзі жалғыз қалды. Барар жер басар тауы қалмай жалғыз қалды Кенесары. Соны соғыспасақ тірі боламыз деді. Кенесарыға бермеген ұлыңды орыс өлтірді. Кенесарыға салыққа бермеген малыңды орыс тартып алды. Қынадай қырып, қазақ жерінде өзіңді 10%-ке ғана қалтырып қойған жоқ па? Кім айтты саған? Кім айтты саған Украина соғысқандық үшін битіп сорлап жатыр деп? Украина мәңгіге азат болды. Соғыспай тыныш өтті деген Назарбаевтың соңғы ширек ғасырдан артық соғысында, ширек ғасырдан артық билеуінде қазақтың саны 15 миллионнан 17 миллионға әрең көбейді. Сырттан келген 1 миллионнан артық оралманды қосқанда. Неге көбеймедік? Көбеймеу деген сөз, өлу деген сөз, қырылу деген сөз. Ажырасудан дүниенің бірінші орында. Педофилдіктен дүниенің бірінші орында. Қыз зорлаудан, ұл бала зорлаудан дүниенің бірінші орында. Өз-өзіне қол жұмсаудан дүниенің бірінші орында. Әзір интимдік сервистен, яғни жезөкшеліктен дүниенің бірінші орында. Көлік шырғалаңынан өлуден дүниенің бірінші орында. Шетелге заңсыз аударылған белгісіз көлеңкелі қаражаттан дүниенің бірінші орында. Түрмедегі зорлық зомбылықтан дүниенің бірінші орында. Армиядағы зорлық зомбылықтан дүниенің бірінші орында. Жастардың өз-өзіне қол жұмсауынан дүниенің бірінші орында. Орталау және орта мектеп балалары қыздарының мезгілсіз жүкті болуынан, кемелатқа толмай тұрып жүкті болуынан дүниенің бірінші орында. Болды. Осыншама дүниенің бірінші орында болатын. Не деген Құдай ұрған халық едік? Құдайдың қарғысы тиіп тұр бізге. Неге? Хан кененің артынан ермедік. Сенің ұрпағыңды сөйтіп, жаңағы дүниенің бірінші орында болған сұмдықтарыңменен сені қырып жатыр. Сондықтан сен өспейсің, көбеймейсің.
Неге? Алланың саған қарғысы жауып тұр. Алланың қарғысы жауып тұр саған. Сенің балаң соғыста өлмейді, түрмеде өледі. Сенің балаң соғыста өлмейді, өз-өзіне қол жұмсап өледі. Сенің балаң соғыста өлмейді, трансген болады. Сенің қызың соғыста өлмейді, жезөкше болады. Сенің балаң коррупционерлер жасаған тас жолда шырғалаңнан өледі. Сенің балаң армияда педофилдердің зорлауына ұшырап, қорлықпен өледі. Сенің балаңды биліктің қарақшылары ермекке өлтіреді зорлап. Сен отырсың, тәуба шүкір іштен кетпейді, тыныш болайық деп. Сен отырсың, тикток имам сияқты мұнафиқ шайтандарға ілесіп, мұнафиқ, лағнет шайтан тикток имамдарға ілесіп, елбасы аман болсын, елбасы аман болсын. Назарбаевтан нең бар? Ұлыңды шешіндірді ме, қызыңды шешіндірді ме? Елбасы аман болсын деп отырсыңдар. Сен күреске шықпағандықтан саған осы тағдырды жазады. Күреске шықсаң, жаңа қорлықпен өлетін ұлың абыроймен өледі. Керісінше оның тұқымы өседі. Алланың алдында дәргейінде дәрежең көтеріледі. Сен үнсіз отырсың. Сен осы үнсіздікпен тірі қалам деп отырсың. Жоқ, сен қарғысқа қаласың. Сен қарғысқа қаласың. Кенесарыға ермей, тірі қаламын деген қазақты орыс келіп қырып тастаған сияқты, сен үнсіз қалып аман қалам деген сені бәрібір апат, ажал иектейді. Сен даңқпен еркіндікке қол жеткізетін өміріңді бәрібір қорлықпен құлдықта өлтіріп жібересің. Бәрібір пәледен аман қалмайсың. Бәрібір Алланың жазасы оңыңнан не солыңнан келеді. Алланың жазасы оңыңнан не солыңнан келеді. Не балаңнан тартасың, ұрпағыңнан тартасың. Не жоқшылықпен өтесің, не денсаулығыңнан айырыласың. Алла сенен алатынын бәрібір алады. Бермеймін деп қасарыса алмайсың. Керек па? Ит жаныңды да, аяған жаныңды да алып алады. Жанымды бермеймін деп Аллаға қасарыса алмайсың. Себебі бұл жан Алланыкі, берген бізге. Топырақтан илеп, үрдеп жан салған Алланың жаны. Біз бермеймін деп қасарысқанмен, ажал періштесі келгенде, ей, лағнеті жан, Алланың қақар үшін бер шық деген кезде, жаныңды суырып алып шығады. Біз сол ажалмен сан мәрте бетпе-бет келген жігітпіз. Сондықтан жүрегімізбен сезінеміз. Қаншама мәрте ажалдың аузында жатып, қашан періште оң жағымыздан келіп, ей, Алланың рақымы үшін бері шық деп жанымызды шақырады екен деп, бас жағымызға, оң жағымызға қараған сәтіміз болған. Сондықтан біз бұл дүниені тек бір ойын, бір әшейін бір ойын деп қана білеміз. Жай әшейін бір емтихан, бір әшейін сынақ деп білеміз. Сондықтан біз бір ажалды мына жерден ана жерге бару, Алматыдан Астанаға бару сияқты деп білеміз. Себебі бұл дүние шын мәнінде сондай. Мына дүниеден ана дүниеге бар. Мүмкін мына планетадан ана планетаға бару. Болды. Соншалық қана зат. Ол сен үшін мәңгілік болғанмен, біз үшін жаратушының ақиқатын сезінген біз үшін алғанда, ол тек бір жерден бір жерге бару ғана. Өмір мен өлім деген осыншалық қана біз үшін алғанда. Сол үшін біз күресіп жатырмыз. Алланың ақиқатын сезінген адам өлімнен қорқпайды. Неге? Өлім ол үшін екінші бір өмірдің басталуы ғана. Осыншалық қана зат. Алланың ақиқатын шынайы сезініп, жүрегіне Алланың мейірі түсіп, махаббат орнаған адам, мына өмірден айырылып қаламын деп қиналмайды. Неге? Мына дүниенің байлығы ол үшін бір тиын. Мына дүниенің ел қызық деген зәулім сарайлары, қымбат көліктері ол үшін бір тиын. Неге? Ол жаратушының шексіз ілімін
жүрегіне орнатты. Жаратушы оған бір шексіз рухани тыныштықты берді. Ол тек ақиқат үшін күреседі. Қазақтар, ойланайық. Бәрібір тапсыратын жаның. Қор болып, мал болып тапсырсаң да тапсырасың. Сен басыңды аман сақтап отырмын дегенде, аман сақтай алмайтыныңды түсін. Себебі сенен Алла бәрібір алады. Сенің қуанышыңды алып қояды Алла. Сенің тыныштығыңды алып қояды Алла. Сенің жүрегіңнен алып қояды Алла. Сенің отбасыңнан алып қояды Алла. Ең соңында сенің жаныңды да Алла алып қояды. Сен ештеңені тырмысып, тартысып бермеймін деп ұстай алмайсың. Сенің басыңа осы зұлматты салды ма, сен күрес. Алла саған үйіп төгіп береді. Неге? Сен ақиқат үшін күрестің. Сен зұлымдыққа қарсы күрестің. Міне. Біздің азаматтарды қазір нақақ қамап отыр. Бұл күресті біз ең соңғы деміміз қалғанша жалғастырамыз. Бұл оңай емес. Бірақ біз жалғастырамыз. Керек па? Біз осығанға дейін талпынған жоқпыз Трамппен кездесеміз деп. Бірақ тура осы азаматтарды ары қарай тағы да нақақ қамау соттауын жалғастыратын болса, осы азаматтарға қандай да бір зиян жеткіземіз десе, немесе осы азаматтарға қылмыстық іс қозғаймыз десе, онда бітті. Біз сол ақ үйдің қақпасының алдында төсегімізді салып тұрып жатуға дайынбыз. Шатырымызды тігіп тұрып жатуға дайынбыз. Кірмейтін есікке кіріп, тоздырмайтын табалдырықты тоздыруға дайынбыз. Мына дүниенің бүкіл дүнияуисын қайырып тастап, осы азаматтарымызды құтқаруға дайынбыз. Неге? Бұл бізге, Құдай тарапынан бізге сынаққа берілді. Енді сол сынақтан өту керекпіз. Ең соңында көбеміз сөгіліп, қара тұяғымыздан қал кетіп, тіліміз сөзге келмей қалғанға дейін, аттап басып, бір қиыршық тасты алып, бір құмның тержіні жауымызға атуға шамамыз келгенге дейін атып қалып, өзіміздің қайда екендігімізді көрсетіп, жаратушыға міне мен соңғы шамам қалғанша күрестім деп жан тапсырып кетсек арманымыз жоқ. Неге? Жан Алланікі. Берген жаныңды ал дейміз. Болды. Алдыда желтоқсан келе жатыр, қазақтар. Мен бүкіл қазақ халқын 1986 жылғы 16 желтоқсан көтерілісін еске алуға, өзі тұрған жерге, Алматы Астана қаласына, облыс орталықтарындағы үлкен алаңдарға, сол қалалардың ірі қалаларындағы барлық ірі алаңдарға 1986 жылы 16 желтоқсанда Совет империясына қарсы күрескен ағаларымызды, апаларымызды еске алып, еске алу бас қосуына шақырамын. Барлықтарыңыз алаңға жиналыңыздар. Алаңда қаны төгілген сол есіл боздақтарымызды, жан тапсырған сол есіл боздақтарымызды еске алайық. Олардың ерлік істерін қайталайық. Оларға аза тұтайық. Олардың рухына тағзым етейік. Олардың ерліктерін ұрпаққа үйретейік. Сондықтан бүкіл қазақ алда келе жатқан 16 желтоқсанда Алматы, Астана және облыс орталықтары және қалалардағы алаңдарға шығып, бала шаға, ата әже, сәби балаға дейін, тіпті құндақтағы балаға дейін сүйрет барбаларға салып алып, осы желтоқсан рухына тағзым атында еске алу шараларын ұйымдастыруға шақырамын. Баршаларыңыз соған қатысыңыздар. Роботыға аласыз ба жоқ, қамаға отырсыз ба? Ашық айтыңыздар. Жоқ, роботыға барамыз. Қамасаң, мен мына жерде дүние мүлкімді алып,
неменен алып бірақ шығам. Жоқ, түсініктеме Қам айттым. Түсініктемені беріп сатық қой біз. жоқ, дополнительно тағы да сұрақтар. Неге қайта неге түсініктеме аласыңдар? Сіздер үйтпесеңіздер. Жоқ, неге үйтпейміз? Жаңағы Біз сол Уйғыр ауданы ма? Қай жерде ана? Тонжы. Сол жерде өз түсініктемемізді жазып, жейтін айыппұлымызды жазып кеткенбіз. Сұрақтар қоямыз, соны түсініктеме бересіз, қайтасыз. Неге өстейсіздер қазір сразу видеоға түсіріп? Түсіреміз. Жоқ, түсіріңіздер. Сендердің ғой. Ештеңе деп жатқан жоқпыз. Енді үйтпесеңіздер шыған, ұшып тұрмыз бәрінен. Жүрсеңіздер, сізге жағына міне қызметкер келіп отыр, сізге айтып отыр, сізге түсін. Сіз қайсы неден келдіңіз? Ұзынағаштан ба жоқ? Келіп танымайсыз ба? Күйеуіңіз бе мында да келіп өткенде Жоқ, танымаймын. Мен бірінші рет көрдім. Күйеуіңізді. Мен ұтышты осы жерде. Осы жүріңіз енді. Күйеуіңізбен бірге жүріңіз, барам десеңіз сонда бірге. Күйеуіңізбен бірге барсаңыз, я күйеуіңізбен бірге жүрсін, я қайта машина әкеліп істейміз сіздерді. Мен бармаймын. Не үшін баруыңдар? Қалай бармайсыз? Неге бармаймын? Міне көрдіктер ме? Мынау зұлымдық. Үлкен зұлымдық. Ал енді осының бәріне қазақ халқы қалай қарап отырсыздар? Мен енді алдыда халықаралық геосаяси мәселелер туралы талқы жасайын. Мынау интернеттік шабуыл болып жатыр деп мен экранымнан жазу шықты. Байқадыңыздар ма? Bir жолда 300 адам кіріп, 300 адам шығып кетіп отыр. Бұл әдетте мынау Қазақстан билігінің хаккерлік шабуыл жасауы, анау DOS шабуылы дейме, сондай бір шабуылдарының белгісі екен. Және кей Алматының өзінде ауданның интернетін 1 минут, 3 минутқа өшіріп қосып, сондай бір былықтар жасайды екен, соның белгісі. Ендеше мен саяси шолуымды жалғастырам. 1 минут, бір ұрттам су ішейін. Екінші бір үлкен әңгіме. Америкада Epstein файлы дейтін үлкен әңгіме туып жатыр. Орыс тілді, Қытай тілді ақпараттарды қарап отырсам, өлген 70 әкелері тіріліп келгендей болып, енді Трамптың шипасы бітті, ойбай деп жатыр екен. Ондай жоқ.